дегеніміз картон, билік дегеніміз пластилин, түртіп қалсаң құлап қалады деп. Ал қанша түртті, құлаған жоқ. Кәсіпкерлерің бәрі қазір мемлекеттің артында жүр. Көше партиясын тіркемейді ешкім. Егер тіркеген жағдайда тіркемейді ешкім. Себебін айтайын, себебі ол экстремистік топ деп аталған. Әрбір осындай төңкеріс ол мемлекеттің ағзасын әлсірететін дүние. Әлсірегені соншама ертең сырттан жау келсін, мүлдем. Бір партияны биліктен ысырайық, Қазақстанда жұмақ орнайды деген сөз ақымақтықтың ең үлкен түрі. Сіз Форбстың елеулігін көріп шықтыңыз ба? 70% қазақ. Мәжіліске бір адамды тіркеу үшін партия жарнасын 630 мың теңге жарна төлеу керек. 100 адамыңыз көбейте беріңіз. Қанша болады? 10 адамың 6 миллион, 60 миллион. Дәл қазір мына кейбір партия болам деп жүрген адамдардан барып сұраңызшы, 60 миллионы бар ма екен, жоқ па екен? Арма Алаш бүгінгі азаматтық пікір айдарының қонағы белгілі саясаттанушы Айдос Сарым мырза. Қош келдіңіз. Армысыз. Жақында сайлау. Дайындық қалай? Құдай қаласа болады. Енді сіз осы сайлаудан не күтесіз? Енді осы сайлаудан ең алдымен менің күтетінім бұл аймақ. Аймақтың мәселесі. Себебі енді өзіңіз көріп отырсыздар. Бізде 17 аймақ бар. 17 аймақтың ішінде 3335 депутат бар. Қарап отырсаңыз, біздің Қазақстанның тарихында Алматы болсын, Астана болсын, басқасы болсын, ешқашан ешбір топ облыстың, қаланың, ауданның балама бюджетін ұсынып көрмепті. Елестетіп көріңізші. Біз айтамыз ғой, бізде саясат қайнап келе жатыр, басқасы деп. Біздегі саяси өмір тек қана қалада бар. Тек қана астаналарда ғана бар, мегаполисте бар. Шынайы саясат аймақта жоқ. Неге қанша жерден қанша партия немесе топ шіренсін, көбінің аудандық дәрежеде бөлімшесі жоқ, өкілі жоқ. Неге қазір әр партияға тіпті ертең құрыланбайтын немесе құруға үміттіміз деген азаматтарға ұран тастап көрейік, 3335 адам таба алмайды. Бізге керегі терең дәулет дейміз ғой, түрктерде айтады. Терең мемлекет. Яғни кез келген қоғамды жасайтын белсенді топ болады. Егер бәрін қосатын болсақ, бізде қазір Қазақстанда 3300 аудандық, қалалық, облыстық мәслихат депутаты бар. Оларға шамамен сол 3000-дай қоғамдық кеңестің мүшесін қосайық. Оған әртүрлі белсенді ұйымдарды қосайық. Негізі Қазақстанды Қазақстан ретінде сақтап отырған, алып келе жатқан бір әрі кетсе 15-20 мың адам бар шығар. Солардың қатарын дұрыс жолға қою керек. Жаңа айтып қалдыңыз ғой, құрылатын партиялар деп. Иә. Ол партияны құру үшін сайлау туралы заңға өзгеріс керек қой. Өзгерістің өзі енді шын айту керек, қазір тілге тиек жалпылама әңгімеге айналып кетті. Шын партия құрам дейтін қаражаты бар, мүмкіндігі бар партияға шектеу қою қиын. Мінекей, Беларусияны қарап көріңіз. Бір партия жоқ, бір көшбасшы жоқ, бірақ 100 мың адам көшеде тұр. Мінекей, кеше ғана Алматыда митингі болды. Қанша 20 күн қақсап жүріп 500 адам әрең жиналды. Ал енді бұл партия құру үшін қаржы керек деп жатсыз. Қаржы керек, сөзсіз. Ол қаржы қалғанның бәрі ермек. Ал ол қаржыны кім құяды? Қаржыны екі жолы бар. Я қаржыгерлер құяды, қаржылық топтар, басқалары. Онда солардың мүддесін есепке алу керек болады. Я қоғам өзі төлейді. Мінекей, газет бар, журнал бар. Газеттің шығуы үшін оқырман ақша төлейді ғой. Партияда сондай болуы мүмкін. Біздің қоғам, менің ойымша, жылына $100 беруге әзірге дайын емес. Мінекей, менің партиям, мен қалап атқан азаматтар. Мінекей, болмай баратсам, мінекей, мен жарайды, басқасына күшім жетпейді, ақшам жоқ. Мен осы белсенділігіммен алайын. Мінекей, өзім келіп отырайын, 9-дан 6-ға дейін осында, ауданымда, қаламда жұмысын жүргізейін дейтін белсенді топ бізде аз. Халық енді жылына $100 қимайды дейсіз. Бірақ халықтың соған әлеуметтік жағдайы жете ме? Жетеді. Жетеді. Құдайға шүкір жетеді. Егер ондай партия құрылып жатса, оны билік құрғыза ма? Жоқ, мәселе билікте емес, тағы да қайталап айтайын. Мәселе мынада. Біріншіден, енді қазір осы 1 жылдың, 2 жылдың әңгімесін айтайын сізге. Байқағанымыз, ешбір саяси күштің қазір өзім бір төбемін, мен құламамын, мен пәкпін, мен биліктің де басқаның да агент емеспін, мен ғана кереметпін деп жүрген жігіттердің бәрін айтатын бір әңгімеміз, олардың аймақтарда өкілі жоқ. Мінекей, кеше осыдан 1 жыл бұрын партия боламыз дегендердің біразы далада қалды қазір. Өзін бір-екі адамдардың әңгімелерін естіп қалғам. Біз интернеттен ақша жинаймыз деп едік.
сөйтсек бізге нобайы бір жылдың ішінде 150 мың теңге келді дейді. Қазір партия бізге керек жоқ, біз бақылаушы боламыз, басқа боламыз деп әңгіме айтып жүр. Ал партия болу деген қазіргі алаңда жүрген. Мінекей билікке наразысың ба? 40 адам бастарыңды қосыңдаршы. 40 адам жиналып бір бөлмеге сыя аласыңдар ма, жоқ па? Бір митингке жиналасыңдар ма, жоқ па? Өйткені саясат дегеніміз мен кереметпін, менің артыма ергендерің геройсыңдар, маған ермегендерің босыңдар дейтін нәрсе емес. Саясат дегеніміз әр мүмкіндігі бар, әлеуеті бар, артында тұрған жамағаты бар, адамның артынан жүріп тұрып, мәмлеге келу. Оның ішінде сен иттің етінен жек көретін саясаткер болуы мүмкін. Оның ішінде сен мысалы үшін бұлай бейбіт заманда қарапайым үйіне бармайтын, ешқашан бір дұрыстап жымырайып дастарханда отырмайтын адамың да болуы мүмкін. Бірақ мүдде үшін табыса білу керек. Мүдде үшін тоғыса білу керек. Мүдде үшін өзіңнің мүддеңді ысыра біліп, мәмлеге келу деген әңгіме бар. Менің ойымша, егер Қазақстанда алдағы уақытта жаңа оппозициялық партия құрылатын болса, ол кем дегенде осы алаңда жүргендердің 90%-ын ішіне қосу, біріктіру керек. Болмаса, шашырап жүре береді. Өйткені әркім қарап қалмайды. Бірақ енді бұл уақыт нені көрсетті? Ешкімнің жеке дара әлеуеті жоқ. Мінекей мен кереметпін, артымнан еріңдер дейтін адам қалмады. Бәрі енді қоғамның өзі ыдырап баратыр. Қоғамның ішінде сөз өтетін, мінекей мынанікі дұрыс қой, мейлі ол саясатқа араласпай-ақ қойсын. Мейлі ол керемет партия құрмай-ақ қойсын. Бірақ осының сөзін тыңдауға болады екен, осының сөзіне тоқтауға болады екен деген азамат қалмады. Бұл өкініш жағдай. Өйткені жалпы заманның, әлеуметтік желі заманның басқаның бір ерекшелігі, қоғам майда топтарға ыдырай береді. Екі бірдей жағдайдағы адам болуы мүмкін, бірақ олардың көзқарасы қай топта отырсың, қай топқа жақынсың дегенге көп нәрсе. Яғни бұрынғыдай мінекей мынаның бәрі мұғалім қауым, мынаның бәрі дәрігер қауым, мынаның бәрі әскери қауым дейтін қауым қалмады. Әскери қауымның ішінде 180 топ болуы мүмкін, мұғалімдер тобының ішінде ең үлкен армия ғой Қазақстандағы 500 мыңдай адам. 500 мың топ болуы мүмкін. Ал енді осы қоғамның ыдырауына кім кінәлі? Қоғамның ыдырауына бір адам кінәлі немесе бір топ кінәлі деп айтуға болмайды. Заман солай. Бүгінгі күні орта тап деген жойылып баратыр, бізде емес, әлемде. Бүгінгі заманда бұрынғыдай, мысалы үшін класс тап дейміз ғой, таптар қалмады. Бүгінгі заманда біз жаңа бір сатыға ілігіп, жаңа сатыға өтіп жатырмыз. Бұл сатының ішінде бұрынғы топтардың біреуі де қалмайды. Мінекей мынау бұрын ауылдың тұрғындары шамамен деп айтуға болатын еді. Мынау қаланың тұрғынының осындай арманы бар дейтін ек қой бұрын. Қазір ондай қалмады. Тап-таппен дейсіз ғой. Тап қалмады. Тап дейтін тап қалмады. Топтар кетті. Ал енді майдалы, кішілі, үлкенді, кішілі әртүрлі. Осы бізде осы қоғамның ыдырауына бірден бір себепкер жаңа айтып отырсыз, ешкім мойнына ала алмайды жауапкершілікті бе? Қиындығы сол. Ал енді жарайды, қоғамды алмай қойсын. Ал енді осы мемлекеттік министрліктер мен басқармадағы былықтарды жауапкершілікті мойнына кім алады? Мойнына билік алады. Үкімет алады. Үкімет алады, Нұр Отан партиясы алады. Көктемде мысалы үшін пандемия кезінде денсаулық сақтау министрлігі халыққа маска тауып бере алмай қойды. Дәрі-дәрмекті айтпағанда. Бұған біз мемлекеттің әлеуеті жетуші еді ғой. Енді жетті ғой ақыры. Ақыры жетті, басылғаннан кейін пандемия. Жоқ, басылғаннан емес, әлі де келуі мүмкін. Әлі де келсе. Жоқ, бізде былай ғой. Мәселе мынада. Біріншіден мына пандемия деген жұрт күтпеген жағдай болды. Ешкім бұған дайын болған жоқ. Америкада, Ұлыбританияда, Францияда, басқасы да. Шындап келетін болса. Сондықтан бірдеңені айтпас бұрын, бірдеңені сынамас бұрын алдымен әлемге жан-жаққа қарау керек. Әрине өзіміздікі болғаннан кейін өзімізге зор тиеді, қатты тиеді. Бірақ шын айту керек, егер басқа жақпен салыстырғанда, қазіргінің өзінде басқасын салыстырғанда, біздің қоғам, енді қоғамдық, мемлекеттік, басқа да құрылымдар дәл осындай жағдайда жұмыс істеп көрген жоқ. Дәл осындай төтенше жағдайда жұмыс істеп көрген жоқ. Бірақ жүре түзелді. Бұған шүкір, яғни мемлекет бар. Бізде мынадай әңгімелер де бар. Билік дегеніміз картон, билік дегеніміз пластилин, түртіп қалсаң құлап қалады деп. Ал қанша түртті, құлаған жоқ. Дуал тұрғызылған дейсіз ғой. Жоқ, дуал да бар, басқасы да бар. Сосын біздің қоғамды әрине ашыну көп, ыза көп, қатты сөз айту деген бар. Бірақ біздің қоғам өте рационалды қоғам. Мұны Фейсбуктағы өзің тобында отырған 100 адамның айтқаны, ол қазақ қоғамның айтқанымен бірдей емес.
Біздің қоғам өте рационалды қоғам. Және мына пандемияның бір саясатқа тигізген кесірі деп ойлаймын. Саяси ұрандар төмендеп кетті. Саяси ұрандардың құны азайып кетті. Қоғам қазір әлеуметтік, экономикалық мәселеге тіреліп отыр. Мен талай ашық та жабық сауалнамаларды көріп шықтым. Қазір мысалы үшін 50%-дан астам деген талап тілектердің көбісі жалақы, еңбек орны, болашағымызда экономикалық даму не болады, жұмыс орындары, жұмыс орны қала ма қалмай ма, баспанам не болды, жалақым өсе ме өспей ма, доллар не болады дегенге сайып кетті. Яғни бұл қайтадан биліктің мүмкіндігін көбейтеді. Өйткені біздің қоғам бәрібір күшті, арқа сүйейтін жалғыз ғана қазіргі күні күші ол мемлекет және мемлекеттік билік. Ұнасын біреуге, ұнамасын сол. Кәсіпкерлерің бәрі қазір мемлекеттің артында жүр. Жақсы болсын, жаман болсын. Қырғызстанның болды, басқалары болды, жұрт тағы да ойланып қалды. Бүйткен құрысын, ондағы болсын, тыныш заманымыз болсын дейді. Сондықтан мен алдағы сайлаудан, мысалы үшін өз басым үлкен бір қиянат, немесе үлкен бір революция, төңкеріс ештеңе күтіп отқан жоқ. Ал енді мына қазір көптеген оппозициялық қозғалыстар сайлауға бақылаушы болайық дейді. Болсын. Біреулер айтады, жоқ, бойкот жариялайық дейді. Сіз қайсысын қолдайсыз? Енді менің жеке өзім көптен бері айтқан түсінігім, қандай сайлау болмасын, бәріне қатысу керек. Біріншіден ол мінбер. Саған енді қазір мына биліктің өзі бүгін сайлаудың біршама дұрыс өткенін қалап отыр. Өйткені ешкімнен қорқып жатқан жоқ. Таяқ тастар немесе жаңағы жекпе-жекке шақырар күш жоқ. Яғни дұрыс өткізуге болады деген пайым бар. Бұл бір. Екінші жағы бар. Кез келген, мысалы үшін, бүгінгі күні 6 партия бар Катарда. Өткенде Сергей Дуванов бар, тағы біраз азаматтар айтып отыр. Мейлі, жай, бәрі құрып кетсін. Қазір партия құрып та үлгермейсің. 2 айдың ішінде елді аралап өтіп, 17 конференция өткізу, артынан съез өткізу ешкімнің қолынан келе қоймайды. Және пандемия дәуірі басқасын деп айтайық. Олай болатын болса, бәріміз онда ойларымызды, жаңағыдай амбициямызды ысырып, бір партияның айналасына жиналайық. Мына ЖСТП деген партия бар. Біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды. Бірақ мен сізге айтайын, партиялар пәк нәрсе емес. Партия ол сайлау алды машинасы. Мінекей қазіргі Америкада дәулет құрып жатқан 2 партия бар. Республикалық, демократиялық. Егер тарихын қарасаңыз, 2 жылдық тарихын. Ішінде неше түрлі жағдай болған. Оңбағандықта, сатқындықта, басқа да болған. Бірақ айналып келген кезде сен саясатқа түсін келсе, осы 2 партияның біреуін жағалайсың. Яғни өз жақтастарыңмен мықты болсаң, жүздеген мың жақтастарың жинада кез келген праймеризінен басқасынан жеңіп шық. Содан кейін үміткер атан, басқа атан деген. Трамп еш партияда болмаған, былай айтсаңыз. Өзінің идеясы республикалық партияға жақын болды. Республикалық партияның басшыларының бәрі иттің етінен жек көреді оны. Қудалағысы да келді, қуғысы да келді, басқасы да жасады. Бірақ айналып келген кезде Трамп жеңіп шықты. Бүкіл республикалық партияның ұйымдары осыдан артық кандидатымыз жоқ деді. Бәрі иланып, соны қолдауға мәжбүр болды. Саясат дегеніміз осы. Болашақта әлде партия шығар. Бірақ өз басым, мысалы үшін Қазақстанда 2-3 партиялық, әрі кетсе 3-4 партиялық жүйе болған қалай. Оның айналасына жалпы біздің Қазақстандағы бүкіл саяси идеялар соның ішіне сыя алады. Менің айтып отқаным аймақтар дедім ғой. Аймақтардағы азаматтар аудандағы, басқадағы. Қазір ауданға барайық. Сіздің ауданда алайық, менің аудандарымыз басқасын алайық. Онда 3 ұйым бар. Ақсақалдар кеңесі бар, Нұр Отан бар, әрі кетсе аналар кеңесі немесе ассамблеяның бір мүшесі бар. Қалған ұйым жоқ. Ал бізге керегі әр аймақта ауданның әкіміне балама болатын кем дегенде 2 саяси күш керек. Саяси өмір дейміз, бірақ қоғамдық өмір, азаматтық өмір, адами өмір, экономикалық, әлеуметтік өмір тек Астанада, Алматыда жүріп жатқан жоқ. Ауданда жүріп жатыр, облыста, ауылда жүріп жатыр. Соларға рулық тұрғыдан емес, басқа тұрғыдан емес, криминалдық, таптық, экономикалық тұрғыдан емес, саяси тұрғыдан. Мінекей, мына сайлаудың өзінде, егер партиялар дұрыс қозғалатын болса, дұрыс сынай алатын болса, басқасын жасай алатын болса, кейбір ауданда Нұр Отанды жеңіп, ауданды, қаланы алуға мүмкіндіктері бар. Мәслихатты алу, ол қаланы алу, облысты алу. Мен өзім кезінде шенеунік болдым, Атырау облысында істедім, басқадан көрдім дегендей. Мысалы үшін бізде мәслихатта 7 депутат отыратын 2001 жылы. Кәдімгідей кез келген облыстың әкімі, орынбасары бәрін дірілдеп қалтырап кететінбіз. Ал егер мына көше партиясын тіркейтін болса? Көше партиясын тіркемейді ешкім. Жоқ, егер тіркеген жағдайда? Тіркемейді ешкім. Себебін айтайын, себебі ол экстремистік топ деп аталған. Жақсы болсын, жаман болсын, мемлекеттің заңы бар, соттың шешімі бар. Соттың шешімін бұзса, онда көрейік.
Мен соны сізден сұрағым келгені, сол көше партиясы сияқты бір партия егер аяқ астынан аренаға атып шығып, халық осы бір айдың ішінде ғана қолдап кете алса, Нұр Отанға біріншіден ондай партиядан Құдай сақтасын дейік. Ондай партияның барынан жоғы. Шын айтайын. Екінші жағы бар. Кеше ғана 2 күн бойы Әзербайжан елшісімен осында қазір Алматыда көп араластық. Бірінші күні сұхбат алдым, екінші күні сарапшылармен кездесу болды. Сол, мысалы үшін, мынандай қарапайым нәрсені айтып отыр. Қазақстанның дейді, Әзербайжаннан, Грузиядан жақсы бір айырмашылығы болды дейді. Рас, билікке ұлтшылдар келген жоқ, бірақ соның арқасында жердің басқаның тұтастығын қамтамасыз етті, мемлекеттік құрылымдарды қамтамасыз етті дейді. Ол әрине, ішінде қиянаты бар, басқасы бар, жемқорлығы бар, оның бәрін жоққа шығармаймын, болды. Бірақ есесіне дейді, Грузияда ұлтшылдар билікке келді, Гамсахурда көшеден келген, басқадан, мінекей, жұрттың бәрі ой нөпірмен келді, бірақ айналып келген кезде не істеді? Бүкіл көршілерімен қарым-қатынасты бұзды, 2 облысына соғыс ашты, одан айырылып қалды. Енді қайту екі талай. Үшінші мәселесі бар, ол жаңағы елдің экономикасын басқасын ыдырату жерді. Популизмге бет алды. Әзербайжанда да солай болды. 91-2 жылы Элчебей деген ұлтшыл келді. Ол Ельцинмен де бәрімен де бітшін шығарып ұрысты. Ельцинмен кездесіп отырған кезде орысша сөйлеудің орнына әзербайжанша сөйледі. Содан ақ көре беріңіз. Сен дипломатсың ғой, дипломат болуың керек. Қандай жерден келмесең де. Есесіне дейді, армия құрылған жоқ, армяндар орыстармен бірігіп Қарабақты алып алған. Оның үстіне Әзербайжанның 20% территориясын қосып алған. Сол үшін қазір қырғын соғыс болып жатыр. Сондықтан өз басың, мінекей қазір билік барынша күшті болған қалай, барынша алдағы мысалы үшін 2-3 жылды әлеуметтік реабилитацияға, яғни жалақы мәселесі, өтемақы мәселесі, әлеуметтік саясатты негіздеп алып, үлкен реформа жасайтын мықты билік керек. Сайлау алдында ешкім реформа жасамайды. Себебі реформа дегеніміз ол қарапайым қара халықтың көгінен шықпайтын дүние. Өйткені ешкімге ұнамайды. Біздегі шын айту керек. Шын реформа жасалатын болса. Көптеген мемлекеттік мекеме жабылады. Қазір әр министрліктің жанында ондаған жүздеген кәсіпорын бар. Түсініксіз. Соның бәрін жабу керек. Ол айналып келген кезде 10 мыңдаған адам. Бұның бәрі ертең көшеге шығуы мүмкін. Саакашвили керемет реформа жасады. Бірақ оның реформасы өзін төңкеріп жүрді. Білесіз ғой, иә? Полицияны лақтырды, таможняны лақтырды. Сол еңгезерді жігіттер 2 жылдан кейін жиналып, Саакашвилидің өзін елден бездіріп, үстіне қылмыстық іс ашып, қазір еліне қайта алмайтын жағдайға жеткізді. Бұл реформаның құны. Грузияның қоғамы өзгеріп кетті ғой. Қоғамы өзгеріп әлі біткен жоқ. Мен енді Грузияда жақында ғана Грузияда болдық осы. Оның алдында қанша болып жүрміз. Сарапшылармен сөйлесеміз. Мысалы үшін менің біраз жолдастарым бар, ол Саакашвилидің айқын жақтастары. Бірақ олар да мойындайтын нәрсені мойындайды. Экономикалық мәселе көбісі шешілген жоқ, басқасы шешілген жоқ. Рас, біраз жетістіктері бар. Ол әлі аяқталып бітпеген жоба. Сонда даму жолына бет алды деп ойлайсыз ба Грузияны? Жоқ, Грузия әлі, мысалы үшін бүгін қандай митингі болады, ертең қандай митингі болады. Тағы төңкеріс болатын болса, онда грузиндердің қаны қызу қалып. Мына Бидзина Иванишвилидің жақтастары қарап қалмайды. Олардың қаржысы да бар, топтары да бар. Әр аймақта, ауданда бөлімшелер де бар. Ол ертең мынадай, мысалы үшін, енді менің түсінігімде кеше Саакашвили жеңілді. Мейлі ол 27 емес, 32 алған шығар, 31 алған шығар. Бірақ Саакашвили жеңілді. Жеңдім деп айта алмайды. Менің таңғалатыным, біздің кейбір интернеттегі жігіттер Саакашвилиді жеңіспен құттықтап жатыр да. Сен жеңілдің, айналайын, болды. Сен үкімет құра алмайсың. Яғни екінің бірі. Я сен дұрыс нәрсені айтып жеңіске жетуің керек, я сен жеңілісіңді мойындап жаңа сайлауға, науқанға дайындалуың керек. Қырғыздың жағдайын алыңыз. Қырғыздың енді қанша достарыңыз бар, біреуді айтады. Біреуді айтып жатқан жоқ. Мынау арнайы революция болды басқа деп. Ақмақтық болды дейді, тентектік болды дейді. Бірақ егер көшеге шыққан 5000 адам бір күннің ішінде мемлекетті жойып жібере алатын болса, ол мемлекет емес. Біз оны мақтанбай қояйық, қырғыз құрлы, басқа деген әңгімелерді мен жаратпаймын, қаным, жаным қабылдамайды. Ол ақмақтық. Әрбір осындай төңкеріс, ол мемлекеттің ағзасын әлсірететін дүние. Әлсірегені соншама, ертең сырттан жау келсін, мүлдем пандемия басқасын, мінекей, кеше ғана Қырғыздың сыртқы істер министрлігі Ресейді, Қазақстанды басқаны аралап жүр.
бізге 1-2 миллион доллар беріңдер пандемиямен күреске деп. Сендер жігіттер ойлануың керек қой ондай болса. Инвесторлар бәрі шошыды. 3 революция, 3 инвесторлық топтарды елден лақтырып жіберді. Ол жақсылық емес. Қазір әлем деген инвестиция күресіп жатыр. Біз қазір ең қатты күресетін еліміз Өзбекстан. Өзбекстан ашылып келе жатыр. Байқасаңыз, өзбектер біздің айтқанымызды дәлме-дәл қайталап жатыр. Өткенде айттық, әкімдерді сайлау керек, ауылдық, аудандық дедік, өзбектер қайталап жатыр. Өткенде тағы әйелдердің, балалардың құқығын айттық, олар да айтып жатыр. Өзбектің мықтылығы өзіне қажет дүниені батыл ала береді. Қазақтан көшіріп алдық, орыстан көшіріп алдық деген емес. Бізге осы кеп тұр. Біздің қоғамды аз да болса алдыға жылжытатын нәрсе дегенді ұялмай алып отыр. Бізге де осындай өте тыңғылықты, өте есептелген, анамнау жалпылама сөз емес. Шын айту керек, бүгін осының демократиялық күш басқамыз деген адамдар елдің алдында не тұрған, қандай қауіп тұрған, қандай қайдар тұрған, елдің күрделігін түсінетін болса, саясаттан безіп кетіреді. Мінекей, бір ғана адамды, екі адамды, бір партияны биліктен ысырайық, Қазақстанда жұмақ орнайды деген сөз ақымақтықтың ең үлкен түрі. Мейлі, қазір Нұр Отанды жойып жеріңіздер, Назарбаевты, Тоқаевты елден қуып жеріңіздер, ештеңе өзгермейді. Балташ Тұрсынбаев келсін, Рысбек Сәрсенбай келсін, Мамай келсін, Дуанов келсін, бәрі бар. Елдің экономикасының проблемасы қалды. Елдің ішіндегі мәселелердің бәрі қалады. Ал әзірге, жақсы болсын, жаман болсын, мемлекет күш, мемлекет құрылым. Біздің саясаткерлер осы неге бізді Қырғызстанмен, Тәжікстанмен салыстырады да, басқа дамыған елдермен салыстырмайды? Енді біріншіден біз ондай бай ел емеспіз. Мысалы үшін өткенде бір-екі жігіттер айтып жүрді ғой интернетте. Трамп сияқты 1,5-2 мың доллардан берейді деп. Мен олармен кездескенде айттым. Жігіттер, сендер мықты болсаңдар, Facebook компаниясын немесе Амазонды сатып алсаңдаршы деді. Олар айтты, біз қалай сатып аламыз? Біз кедейміз ғой деп. Мен айттым, біз де кедей елміз. Біз кедей елміз. Біз бай ел емеспіз. Осыны ұмытпайықшы. Ал енді бірақ енді Менделеевтің таблицасын салыстыратын болсақ, Менделеевтің таблицасы ол потенциал ғана. Оны табу керек, алу керек, шығару керек. Егер оған салсаңыз, әлемдегі ең бай мемлекеттің бірі Ауғанстан. Ауғанстанның жер астында 1 триллион доллардың металы мен оның ішінде анау қымбат серік кездесетін металдар бар ғой. 1 триллион елестетіп көріңізші. Байлығы жатыр. Ауғанстанды бай мемлекет деп айта аласыз ба? Ал енді мысалы үшін мұнай өзімізден өндіріп жатырмыз. Өндіріп жатырмыз. Газды өндіріп жатырмыз. Өндіріп жатырмыз. Астық өзімізден шығады. Шығып жатыр. Бірақ бізде неге жанар-жағармай қымбат, нан қымбат? Ол экономикалық мәселе. Экономикалық мәселе. Біз басында осы қазақ қоғамы тәуелсіздік алғаннан кейін бірінші экономика, одан кейін саясат деді. Иә. Айналып келгенде не болды? Не саясат болған жоқ, не экономика болған жоқ. Келісесіз бе? Жоқ, келіспейсіз бе? Келіспей. Қандай ой баламасын аласыз? Жоқ, нақты мысал үшін осының қандай кемшін тұсын айта аласыз? Мен соған жауап берейін. Бұл жалпылама сөз сіздің айтып отқаныңыз. Ол ұран ғана. Мысал үшін біздің ана бай еліміз деген сияқты. Бай еліміз деген сияқты деп ойлайсыз. Иә. Ал енді мысал үшін біздегі қазіргі мына қоғамды алып қарасаңыз, жаңа айтып отырсыз, тап қалған жоқ деп. Иә. Біздің қоғамда ылғи байлар бас құлыптарда. Ал енді мына сіз Форбстың 50-лігін көріп шықтыңыз ба? Көріп шықтым. Бәрі басқа ұлт деп ойлайсыз ба? Жоқ, мына 70% қазақ. 70% қазақ. Иә. Бірақ сол қарапайым қазақ бар ма ішінде? Қарапайым ауылдан шыққанда қазақ бар. Ішінде бар. Бар. Ал енді олар енді осы жағдайда қазір мемлекетке қандай көмектесе алады? Көмектесіп жатыр. Көмектесіп жатыр деп ойлайсыз? Иә, көмектесіп жатыр. Мен сізге айтайын, мен арнайы қарап шықтым. Осы жақсы болсын, жаман болсын, пандемия кезінде біраз біз жамандайтын олигархтар ақшасын аударды. Әлеуметке, басқасына. Ол бәрін бөліп берді деген сөз емес. Ешбір миллиардер өзінің бүкіл миллиардын бөліп берген жоқ. Белгілі бір пайызын берді. Өйткені бұлар есеп-қисаптың адамы. Мына Францияда ең бай адам Арно деген бір. Үлкен компаниялардың иесі. Америкада да бар, басқада да бар. Шамамен 1%-дай ақшасын ғана жұмсаған. Біздің кейбір, біз жамандап жүрген олигархтар 2-3%-на дейін жұмсаған. Ресми ақшасының. Ал енді мына біз осы неге айтпаймыз? Олар енді бірақ артынан салыстырып жатыр да, журналистер зерттеу жасап. Иә. Оларға аударған ақшасының орнын мемлекет көмек ретінде жапты дегенде пікір айтып жатыр. Бәрінікін жапқан жоқ. Белгілі бір пайыздығын жап алды ма? Енді қараңыз, біздегі байлардың іші біразы құрылыс.
Байқасаңыз, осы кезге дейін бізде 3 саясат болды. Шамамен экономиканың құлдырауын 2008-2009 деп бастасақ, одан бері 3 саясат болды бізде. Бірінші саясат кезінде банкілерге көмектесу деген ұстаным болды. Банктер көтеру. Банктер өйткені қаражат береді, несие береді, басқасын береді, сол арқылы экономиканы ұстап қаламыз деді. Жақсы болсын, жаман болсын, жартылай нәтижесін берді деп айта аламын. Мүлдем құлдырап кеткен жоқпыз. Екінші дағдарыс болды, 12-13-терде, ол кезде мынадай ұстаным пайда болды. Ең көп еңбек орнын құратын кәсіп ол құрылыс. Бір үй салу үшін 50 адам, 100 адам, бригадаң болатын болса, қосымша 25-30 компанияны тағы да іліп алады екенсің. Өйткені тамақ пісіретін адам керек, үйді жинайтын, әктейтін, трубасын жасайтын, арматурасын жасайтын, цементін шығаратын деген сияқты цепочка дейді ғой. Сондай цепочканы жасайтын құрылыс қана екен біздегі. Сондықтан құрылыс компанияларына берейік дейді. Бұл әлі жалғасып келе жатыр. Біз Қазақстан Совет одағында құрылмаған үй құрылысын жүргізіп келе жатырмыз. Совет одағының түсіне кірмеген үй салынады жылда. Оның бағасы бар, әрине, үлкен мәселе. Оның ішінде жемқорлығы бар, оның ішінде пайызы бар, басқасы бар, оған дау жоқ, ол бар. Онымен айналысу керек. Біздегі ең қорғауға қажетті деген кәсіптердің бәрі ауыл, ең көлеңкелі экономика. Құрылыс, ең көлеңкелі бизнес. Мен бір жағдайға түсінбеймін де, бізде жылына бәленбай үй салынды деген ақпараттар беріліп жатады. Бірақ ол үйлердің алып жатқан халықта көп көрінбейді. Неге көрінбейді? Үйлердің бағасы... Мен алмадым деген сөз емес қой. Үйлердің бағасы бізге неге қымбат, осындай қарқынды құрылыста? Әртүрлі бар қой. Енді қараңыз. Біздегі құрылыстың маржасы басқасы шыққан. Бізге екі нәрсені қамтамасыз ету керек. Біріншіден, құрылыстың ашықтығы, құрылыс экономикасының ашықтығы. Ол тек қана мемлекет ит болғандықтан ғана қымбат емес. Ол экономикалық мәселе. Біздің экономиканың біразы 35%-на дейінгісі көлеңкелі экономика. Оған тек шенеуніктер ғана мүдделі емес, сол бизнесі жүргендердің көбісі мүдделі. Шындап келетін болсақ. Айналып келгенде жемқорлыққа тіреледі ғой, Айналып келіп, бір жағы жемқорлыққа тіреледі, екіншісі біздің экономикалық мәдениетке де тіреледі. Мына кез келген нәрсені бір ғана кінәлі болмайды. Параны алушы бар, параны беруші бар. Параны беріп атқандардың барлығы амалсыздан беріп атқан жоқ. Бұл да осы схеманың мүшесі. Сол сияқты да бір қолмен шапалақтау мүмкін емес. Оған қос қол керек. Ал енді мына біздегі саяси партиялар болсын, саясаткерлер болсын, сайлаудың алдында оянады да сайлау өтісімен қайтадан ұйқыға кетеді деп жатыр. Келісесіз бе? Келісемін. Нұр Отанға баламалы қандай партия көресіз осы сайлауда? Осы сайлауда енді Нұр Отанға екі балама болуы мүмкін. Біреуі аймақта дұрыс қозғалу. Сосын мынаны елестетіп көрейікші. Жұрт ойлағандай партия оңай нәрсе емес. Мәжіліске бір адамды тіркеу үшін партия жарнасын 630 мың теңге жарна төлеу керек. 100 адамыңыз көбейте беріңіз. Қанша болады? 10 адамың 6 миллион, 60 миллион. Дәл қазір мына кейбір партия болам деп жүрген адамдардан барып сұраңызшы, 60 миллионы бар ма екен, жоқ па екен? Яғни жағдайын есептеу керек. 10 адам шығарама, 20 адам шығарама, бірақ өте белсенді болу керек. Яғни тізім деген мәселе бар. Қазір қоғамның алдында, интернетте, басқада жалпы белсенді, Инстаграмда 2-3 миллионы бар дейтін адамның бәрінің артына партиялар түсу керек. Түсіп жатыр, менің білетінім. Біраз адам қазір қолқалап, жан-жақта пыш-пыш әңгіме жүргізіп жатыр. Кафеде манда-мында дегендей. Бұл бір. Екінші мәселе бар. Енді мәслихат деген әңгіме бар. Әкімдердің бәрі бірдей емес. Әкімдердің рейтингісі бірдей емес. Осыны есептеу керек. Кейбір жерде ашықтан ашық құлап атқан әкімдер бар. Халық қолданбайтын басқа деген. Сол мәслихаттар үшін емін-еркін күресуге болады. Ештеңе деп айтудың да қажеті жоқ. Мінекей жағдайды көрсет. Әкімнің партиясы Нұр Отан болады, Нұр Отанға қарсы шық, мықты болса. Бірақ тағы да ескере кету керек, мәслихатқа шығатын әрбір депутатқа 200 мың теңгеден астам ақша төлеу керек. Яғни, заң бойынша төлеу керексіз. Сондықтан, егер осындай қаражатың болса, осындай мүмкіндігің болса, екінің бірімен барасың ғой партияға. Менің жақтасым көп, менің қаржым бар деп барасың.
Ал енді осындай шектеулер қою арқылы, Бұл шектеу емес, бұл талап. осы талаптар қою арқылы Нұр Отан монополия жасап отырған жоқ па сайлауға? Жоқ, кешіріңіз, бұндай талап бүкіл елде бар. Бүкіл елде бар. Қырғызстанда да, мысалы үшін, пайыз деген бар, жарна деген бар, басқа деген бар. Біздікінде жоғары ма осылай? Біздің осы үшін енді төңкеріп жүрді ғой, төмендету керек деп. Ал енді жаңа айттыңыз ғой, қоғам өз ақша жинап бір партия құрып қаржыландырса шығуға болады деп. Иә. Ертең сөйтіп көтерілген халық өз ақша жинап шыққан, саяси аренаға шыққан партияны тағы да экстремистік топ деп танымай ма? Жоқ, енді ол қандай топпен шығады, қандай талаппен шығады. Егер мысалы үшін мемлекетті төңкереміз деп шығатын болса, ол экстремизм. Ал мінекей заңдық талабымыз бар, басқасы бар деп. Енді екі жолын көрдік қой. Біреу Беларусия. Мен жақында ғана Беларусьтың саясаткерлерімен, үлкен саясаттанушыларымен үлкен зум конференция болды. Мәдени төңкеріс, иә? Сонда сұрадық. Жалпы бүгінгі әлемнің талабы сол. Қан төгілсе, оны ешкім мойындамайды. Неге мысалы үшін қырғыз бетерлі жоқсыңдар ма деген сұрақты да қойдық. Біздің талап осындай. Сіз сонда осындай мәдени митингі Қазақстанда өткен жағдайда бізде мәдени түрде өтеді деп ойлайсыз ба? Мәдени түрде өтпейді. Себеп? Ешкім аяқ киімін шешіп, нәскимен баспалдаққа шықпайды. Әлеуметтік жағдай басқа, саяси, мәдени жағдай басқа. Қанша дегенмен кез келген үдеріс ол экономикалық, әлеуметтік жағдайға тіреледі. Біздегі революцияны жасайтын қаланың интеллигенті болмайды. Естеріңізде болсын. Біздегі ашынған қалада жұмыссыз жүрген жігіттер болады. Олардың мәдениеті басқаша. Енді жаңа сіз айтып отырсыз, аймақтарды көтеру керек деп. Иә. Біздегі шекаралық аудандар бос қалды деуге болады. Шығыс Қазақстан болсын, Нарынқожа өңір болсын. Осы шекаралық аудандарды нығайту үшін қайтадан аудандарды жеке өз алдына бөлуге қарсы емессіз бе? Мәселе ауданның шыққанда емес. Мәселе жүргізілген саясатпен берілетін преференцияда. Яғни сен өз еркіңмен барып ауылға мал бағам дейтін болсаң, саған мүмкіндік болу керек. Сен мысалы үшін жаңағыдай Нарынқол болсын, Солтүстік Қазақстан болсын, басқасы болсын, Қытаймен, Ресеймен әсіресе шекаралас аймақта. Өйткені Қырғызстанның шекарасы да, Өзбекстанның шекарасы да лық толып отыр. Қазақ қалың отыр. Елестетіп көріңізші, Қазақстандағы бүкіл қалалар жердің 2%. Алматысы болсын, Астанасы болсын, Ақтау болсын. Ал ауылдарын бәрін қоссаңыз, бүкіл Қазақстан территориясының 10%-на сыйып отыр. Қалған 90%, шын айту керек, көп жағдайда адам тұратын жер емес. Яғни о жаққа адамды апару үшін үлкен саясат керек. Енді мен ең алдымен шекарадан бұрын шекараны айтқан кезде біздің айту Қытаймен шекарамыз біршама совет заманынан беккен. Иә? Қытай енді алдағы уақытта, енді алдағы 10 жылда Қазақстанға соғыс аша қоймас. Менің қазір қорқып, ойланып, толғанып жүрген мәселем қазақ пен орыс шекарасы. Сол жерден Донбасс шығып кетпесе екен, сол жерден басқа шығып кетпесе екен деген. Яғни кешеде мысалы үшін президенттің сөзінде айтылды ғой, серпін, анау деген сияқты мемлекеттік бағдарламаларды қайта қарап шығу керек. Яғни оралмандарды көшіріп жатырмыз ба, оларға үстеме ақша беру керек. Сол жерге барып тұру деген. Екінші жағы бар, бұл тек қана мемлекеттің шаруасы болмау керек. Мен жақында жақсы үрдіс көрдім. Мінекей Кереку аймағында бір ауылдың тұрғындары өздері жиналып, жиын өткізіпті. Жігіттер, қыздар, біреуі ұйымдастырып жүрген, біреуі мектептің заводшы екен, екіншісі сол аудандағы кәсіпкер жігіт екен, екі ағайынды. Солар ауылдарына әңгіме қозғап, мынадай әңгіме айтыпты. Азаматтар, егер осылай кете беретін болса, біздің мектеп жабылады. Өйткені мектепке баратын бала қалмай баратыр. Ал ауылдың мектебі жабылса, онда ауыл бітті дей беріңіздер. Енді не істейміз? Бізге көп балалы отбасылар керек. Көп балалы отбасылар қай жақта? Оңтүстікте, батыста. Ондай болса, сол жақтан адам шақыртайық. Ал адам шақыру үшін не істеу керек? Ең алдымен баспана керек. Деп өздері ауыл болып жиналып, енді ауылда өткенде Арман Шораев досымызда көрсетіп жатыр ғой, ауылды жерде үй салу оңайлау, қаладан гөрі. Үй салайық, там соғайық деп, үй соққан әдемдеп, бірнеше үй соққан, содан Мақтаралдан, Арыстан 4-5 баласы бар, бірнеше отбасыны көшіріп әкеліпті. Бұл халықтық қозғалысқа айналу қажет. Яғни жергілікті азаматтар да, оңтүстіктегі ұлтшыл азаматтар да осы жерден бірігетін жақсы мүмкіндік. Және нақты жұмыста. Біріншіден баратын адамға кәдімгідей көз болу керек. Ешкім кемсітпейтін, моңғол,
ей Қытай, ей өзбек дейтін емес, бәрі қазақ. Егер қандастарды айтатын болсақ. Немесе оңтүстіктен келген азаматтарға ежіктер, южандар деген болмау керек. Ағайын. Сол мысалы үшін солтүстіктің ақсақалдары оңтүстіктен шықпай жүру керек. Келіңіздер, бізде қазақ еліміз, бізде де ел бар, орта бар. Біздің аталарымыздың бәрі осы оңтүстікпен туысып кеткен. Ана атамыздың апамыз, жеңгеміз осы Қоңырат еді, ана кісі Дулат еді. Андай бабамыз, осындай шешен атамыз, осындай жақтан қыз алып еді. Бізде бөтен емеспіз деп. Біз өзімізді кейде қазақ мақтанамыз ғой. Керемет көшпенді болғанбыз, анау Монғолиядан Балатонға дейін Германиядан көшкенбіз, шапқанбыз, қырғанбыз, жойғанбыз дегенді мақтанып айтамыз. Бірақ шын айту керек, артымызды көтермейміз ғой диваннан. Жазылып тұр ғой диван батыр деп. Ақтауда тұрып ап, Өскеменді көрмеген 100 мыңдаған қазақ бар. Өскеменде тұрып, Қостанайды, Көкшетауды, Арқалықты, Оралды көрмеген 100 мыңдаған, миллиондаған адамдарымыз бар. Ал енді осында ел, бүкіл елге жаны аши ма, ашымай ма? Жақында дерек шықты, қызық дерек. Көптеген елдерде барып, әлеуметтанушылар зерттеу жасапты да, егер күн туатын болса, отаныңыз үшін өзіңіз барып, армияға барып, соғысуға әзірсіз бе дегенде сұрақ қойыпты да. Енді ішінде байқап отырсам, Қазақстан бір 75 сондай пайыз көрсеткіш айтыпты, оны да зерттеу керек. Бірақ ең көп көрсеткіш Әзербайжанда екен. 96 ма 97 пайызы кеше Әзербайжанның елшісі айтып отыр. Біздің аналарымыз дейді, әжелеріміз өздерінің балалары мен немерелерін айтып отыр. Барып соғысыңдар, жерді алмай қайтпаңдар деп отыр дейді. Елестетіп көріңізші, анасы баласына айтып отыр. Өлсең өл, бірақ шейіт бол, бірақ жерді қайтар деп отыр да. Сондай патриотизм бар ма жоқ? Ал ондай патриотизм болу үшін біз елімізді жақсы білуіміз керек. Әр елдің қыртысына, гүліне, тасына, суына, басқасына жанымыз ашу керек. Бұл айналып келгенде әлеуметтік жағдайға тіреледі ғой, Әлеуметтік емес қана. Тек қана әлеумет емес. Патриотизм дейсіз ғой. Бізден де кедей ел бар. Бірақ мысалы үшін әлемді аралап та жүр, елінді аралап жүр. Үндістан әлемдегі ең кедей елдің бірі. Бірақ Үндістанның туризмі негізінен ішкі туризмге негізделген. 100 миллион адам штатынан штатына көшіп жүреді қарап. Қытай біз ойлағандай бай емес. Қытайдың басым көпшілігі әлі кедей халық. Ішінде көптеген миллиардері бар, басқасы бар. Бірақ Қытайдың туризмі негізінен ішкі туризмге негізделген. Қытайдың қонақ үйіндегі 95% халық ол Қытайдың өзі. Ал ең байлары негізі әлемді аралап жүр қазір. Яғни бізде де ішкі сұраныс. Қарапайым мысал. Бәріміз жас болдық, не болдық, мысалы үшін біздің үйге келіп тұр деген әңгіме бар. Жігіттер, Алматыдан кім бар? Мен Алматыға барайын деп отырмын, мен қабылдайтын қазақ бар ма? Курстастар, достар, класстастар. Ешкім қонып кетейік, қаланы аралап көрсетсеңдер болды. Есесіне, маған келіңдер Оралға, мен өз үйімді қабылдаймын, керемет жағдайым жоқ, мен сияқты жерге жатасыңдар, бірақ қаланы көрсетем дейтін мәдениет бар ма бізде? Қазақшылық бар, қонақшылық бар, басқа бар, ол бөлек. Бірақ көптеген нәрсе тек қана егер бәрін мемлекетке сұрай берсек, бәрін мемлекеттік бағдарламаға сұрай берсек, онда ештеңе бітпейді, жұмыс бітпейді. Мәселе санада дейсіз ғой. Мәселе санада. Бізде өкінішке орай шын айту керек. Әлі де болса мемлекетке қарайлау, мемлекетті кінәлау, мемлекеттен бірден күту деген әлі басым. Патернализм дейді, этатизм дейді. Бірақ енді халықты да түсінуге болатын шығар. Өйткені мемлекеттен күтетін себебі мемлекетке төлейтін халықтың салығы да, айыппұлы да жылдан жылға көтеріліп келеді. Жылдан жылға көтеріліп келетіні рас, бірақ енді бір қайтарымда болу керек қой, халық төлеп отырғаннан кейін. Қайтарым болып жатыр. Сол ауруханаң, сол жолың, ол қайтарым емес пе? Мысалы үшін енді сол айыппұлдың мөлшерін түсіріп көмектесуге болмай ма халыққа? Түсіру де керек. Айтылып жатыр ғой, түсіріліп те жатыр. Егер сіз билік басына бара қалсаңыз, бір министр бола қалсаңыз, немесе үкімет басы бола қалсаңыз, ең бірінші саяси реформа неден бастаушы едіңіз? Саяси реформа ең алдымен, менің ойымша, ол көпшіліктің қатысуымен бәсекені қамтамасыз ететін заңдардан басталу керек. Менің, мысалы үшін, баспасөз туралы заңға, сайлау туралы заңға, партиялар туралы заңға әлі де көңілім толмайды. Мысалы үшін, содан бастауға болады. Мінекей қазір бізге керегі, мысалы үшін, қазір заң жасалып жатыр. Ауыл әкімдерін сайлау туралы. Қазір заңның жобасы бар, қаңқасы бар. Енді соған, мысалы үшін, әңгіме айта бермей, облыстың әкімін сайла деген емес.
осы заңды түзеп алайықшы. Бірақ енді заңға келіп тірелетін болса, мысал үшін, заң бар, заң. Бірақ оның орындалу деңгейі қалай? Заң кейде болса қарапайым халыққа арналған сияқты болып тұрады. Өйткені біздің редакцияға да көп хабарласып жатыр. Мына карантин кезінде кафелер, моншалар, сауналар жабылды. Бірақ та ол қарапайым халыққа жабылды да. Ал енді байлардың иелігіндегі бизнес сауналар болсын, спа банялар болсын, олар жұмыс істеп тұрды. Сонда бұл заңды айналып өту ме? Заң бәріне бірдей ортақ болу керек қой. Заңға ортақ болу керек, сөзсіз. Мен өз басым, о баста да айтқам, қазір де айтылып айтайын. Рас карантин басқа деген керек шығар, бірақ карантин де басқа да шағын және орта бизнеске барынша тимеген дұрыс. Моншаға келдің бе, ПЦР справкамен кел. Аз адам болсын. Кәдімгідей жаңадан, жаңа ғана алған, менің коронавирусым жоқ дегенде келу керекті. Бәрін тұмшалай беру айналып келген кезде енді екінші үлкен карантинді қазақ мемлекеті көтере алмайды. Көтере алмайды. Өйткені көптеген адамның шағын және орта бизнес дегеніміз сол ғой. Айналып келген кезде. Егер осы жол жабатын болса, онда экономика етпетінен түседі дейсіз ғой. Ондай қауіп бар. Мұнекей мұнай құлап жатыр қазір. Кеше 41 еді, бүгін 35. Ертең 20-ға кетсін, біз минуске кетеміз. Біздің қоғам сол шикізатқа байланып қалды, иә? Біздің экономика көптеген жағдайда шикізатқа байланған экономика. Ал енді біз енді ғылыми технология даму жағына түсе аламыз ба енді? Күмәнім бар. Болашақпен оқып келген балалардың қандай қазір қоғамға пайда болып жатыр? Болашақпен енді өз басым. Болашақпен негізінен көпшілік және ғылыми пайдасы бар. Яғни химия деген сала, электроника деген сала, дәрігер деген сияқты салалар көбірек жіберетін. Бұл бір. Яғни нақты істей алатын. Бізге мысалы үшін MBA басқа деген сияқты басқару жүйесі басқа дегеннің қажет жоқ. Себебі бізде сол MBA-дің принципін жүргізетін экономика мен саясат жоқ. Онда бізге гуманитарлық саланың бәрін жабату керек дейсіз ғой? Гуманитарлық саламен мысалы үшін докторанттарын жіберуге болатын шығар, басқасын жіберуге болатын шығар. Керемет қып, енді шын айту керек, жақсы ғалымдар да келіп жатыр. Бәріне қиянат болмасын. Бірақ енді басымдығы деймін да. Бір екіншіден нан ескерейік. Неше түрлі әңгімен айтуға болады. Неше түрлі нәрсемен қиялдауға болады да. Бірақ экономика деген бар. Сосын әлемдік үрдіс деген бар. Бізде бір қарапайым жалпылама әңгімеге айналып кетті да. Ойбай, жас ғалымдар кетіп жатыр деп. Масқара, олар неге ұстап қалмаймыз деп. Оларды ұстап қалсаң, сол ғалымдарға қиянат жасайсың. Себебі бізде дәл солардың қажетін өтейтіндей экономикада, ғылымда жоқ. Лабораторияда жоқ дейсіз ғой? Лабораторияда жоқ. Және ол ғылым дегеніміз, ол тек қана жаңағы ғимарат ішінде тұрған технология емес. Ол мектеп. Ұзақ уақыттар бойы жұмыс істеп отырған, үздіксіз жұмыс істеп жатқан, басқа әлеммен қарым-қатынасы бар мектеп болу керек. Бізде ондайлар некен саяқ. Сіз Қазақстанның 3 химигін атап беріңізші маған, қызық үшін. Немесе 3 физигін атап беріңізші. Сіз білмейсіз. Мен шалдармен араласам, кішкене бұрынғы ғалымдардың атын білемін айту. Қазірлерден. Қазірлерден. Жоқ, енді жалпы айтып отқаным ғой. Яғни біздер мынадай жалпылама әңгімені азайту керекті. Біз жалпы қоғамдағы сынның, басқаның градусын төмендетуіміз керек. Интернеттегі айқаймен мәселе шешілмейді. Жастардың жақсы компанияларға, жоғары технологиялық, Google сияқты компанияларға көптеп барып істегенін қалаймын. Қазақстанда оларға ондай жұмыс табылмайды. Өйткені оның арманы ең, мысалы үшін сіз, ислам дінінен ғұлама болғыңыз келсе, әлемдік ислам университеттеріне, Мекке Мәдинеге жақындайсыз, солай ма? Арабияға барасыз, Египетке барасыз. Ұшақ салам дейтін болсаң, я Боингқа, я Airbusқа барасың. Өйткені ең ірісі, ең кереметі сол. Компьютермен айналсам десең, Калифорнияға, Силикон долинасына барасың. Солай ма? Футбол ойнағың келсе, я Түркияға барасың, я Европаға барасың. Әлемнің бүкіл Бразилияда футбол керемет дамып тұр, бірақ бүкіл арманы Европаға бару. Өйткені ең футболдың шыңы сол. Сондықтан, бірақ сондай жағдай жасалу керек, бірақ екінші жағдай. Дұрыс есі дұрыс адам еліне қайтады, еліне істегісі келеді. Соған жағдай жасау керек. Ол бала қайтып келетіндей, Қайтып келетіндей. Қытай кезінде мыңдап, 100 мыңдап адам жіберді. Өзінің экономикасы дамыған кезде қазір қайтаруға, басқасын жасауға мүмкіндік алып отыр. Біз Қытай емеспіз. Бүкіл ғылымда, бүкіл ғылымның саласында жаңалық аша алмаймыз. Бәлкім біз 2-3 саланы ала алатын шығармыз. Сол 2-3 саланың ішінде біз әлемдік чемпион болуымыз тиіс. Мен білсем, оның бірі ауыл шаруашылығының айналасы тамақ өндірудің.
қазір ғылымның ең үлкен дүниесі, ең үлкен жаңалығы биотехнология дейді ғой. Астықтың жаңа сорттары, суыққа төзетін, шыбын-шіркейге төзетін, басқа деген сияқты. Картоптың жаңа сорттары. Картоптың жаңа сорты, ішіне колорадтың қоңызы түспейтін деген сияқты. Сондай сорттарын шығару. Бұл ұзақ, және оның біздің мүмкіндіктеріміз бар, және ғылыми кадрларымыз бар. Мына Байсерке деген ауылға барып қараңыздар, неше түрлі технологиялар далада егіліп жатыр. Сортымен қарап жатыр. Ана 2 университет пен 3 институт сол алаңда жұмыс істеп жатыр. Біздің болашағымыз сонда бір жағы. Малға да қатысты, құсқа да, басқасына да қатысты. Екінші саламыз, сөзсіз бізге қажетті саланың бірі, ол атом өнеркәсібінің айналасы болуы тиіс. Дамуымыз десек, дамуымыз дейтін болсақ. Мінекей қазір әлемнің бәрі атом станциясын салып отыр. Беларусь салып жатыр, Араб әмірліктері салып жатыр, Қытай салып жатыр, Үндістан салып жатыр, басқа да елдер мүдделі. Қазақстан саламыз, кім қарсы? Біз енді оған біздің мәдениетіміз бен қоғамдық пікіріміз дайын емес. Бірақ біздің уран өндіріп жатқанымыз рас қой. Ураннан таблетка шығарып жатқанымыз рас қой. Егер олай болатын болса, біз ол өнеркәсіпті дамытуымыз керек. Біздің Маңғыстаудың суының жартысы теңізден алынып жатқан су. Осы атом өнеркәсібінің арқасы. Бізде үрей басым. Себебі біздің елімізде 550 бомба жарылған. Атом десе қорқамыз. Генмен кеткен дейсіз ғой, иә? Енді дендеп жанымызға, қанымызға, миымызға сіңіп кеткен клеткаға дейін. Бәлкім одан арылу үшін бізге 2-3 ұрпақ керек шығар әлі. Бірақ қолда бар мүмкіндіктерді жасау қажет. Физиканы дамыту қажет деген сияқты дүниелер бар. Меніңше осымен айналысатын болсақ, айналадағы қараңызшы, бізді қоршап отқан мемлекеттердің барлығы да ядролық қаруы бар мемлекеттер. Қытайда бар, Үндістанда бар, Араб елдерінде, Израильде бар, Сауд Арабиясы тырмысып жатыр, Иран тырмысып жатыр, естуімше Түркияда тырмысып жатыр. Иә? Солтүстігімізге қараңыз. Ресей тұр, Еуроодақ бар. Еуроодақтың 2 мемлекетінің ядролық қаруы бар. Францияның, ағылшындардың. Қандай нарық? Егер осыны ескеретін болсақ, бізге осы уранды, басқаны, әсіресе осы атом өнеркәсібіне қажет дүниелерді шикізат емес, өнім ретінде сату деген кәсіпке шыға алатын болсақ, оған бір жақсы мәдениетін қалыптастырайық, технологиялық тәртіп деген бар. Ең қиыны атом өнеркәсібін құру емес. Атом өнеркәсібінде жұмыс істейтін және айналасында соны қамтамасыз ететін халықтың тас темірдей, роботтай мәдениетін қалыптастыру. Мәселе осында. Сіз енді саясаттанушы ретінде қазір қазақ қоғамындағы нөмірі 1-ші дерт қандай дерт біздегі? Енді қазақтың дерті жетіп жатыр, нөмір 1-ші, 2-ші деп айтатын. Алдында бір ағамыз жемқорлық деді. Жемқорлық та өтпелі нәрсе. Өтпелі. Бізде одан да күрделі мәселелер бар. Мысалы үшін, бұл қазақ қоғамының аграрлық санада қалуы үлкен мәселе, урбанизация үлкен мәселе. Біздің айналып келген кезде технологиялық тәртібіміз бен мәдениетіміз, білім сапасы шындап келетін болса, ол әлдеқайда ұзақ мәселе. Онда бізде бір оңған сала жоқ дейсіз ғой? Жоқ, ең өкініштісі бізде мінекей бәрін кезегімен істейтін, тарихи уақытымыз жоқ па деп қалам. Тарихи уақытымыз жоқ деп ойлайсыз ба? Жоқ, жетпей қалуы мүмкін. Мінекей алдымен 30 жылымызды мынаған арнайып, сосын осыны шешкеннен кейін барып мынаған кірсейік дейтін, анау столовыйда тамақ береді ғой, 1, 2, 3 деп, біздің ондай уақытымыз жоқ. Біз бәрін қатар жасауымыз керек, және бізге қазір дарақылық емес, асқан бір салқынқандылық қажет та. Және осыны бір тегжейлеп, жаңа келісім керек бізге, жаңа ұлттық пәтуа. Бұрын 90 жылдары, 80 жылдары біздер билік пен қоғам арасында ит терісіне жазылған 2 үлкен пәтуаға келгенбіз. Біріншісі айттық, соғыс болмасын, тартыс болмасын, қырғын болмасын дедік. Енді айналамыз, желтоқсаннан ауыз күйдік, орыс пен қазақ быт-шыт болып қырқыса жаздап аман қалдық. Үхілеп, әхілеп жүріп, онда Асыл апамыз айтыпты ғой, Қазақстандағы татулық алдымен Құдайдың, сосын қазақтың арқасы деп. Қазақтың арқасы шығар. Сосын 90 жылдары бар өнеркәсіп, советтік, социалистік өнеркәсіптің бәрі құлаған кезде біз 2-ші келісім шарт жасадық. Айналайындар, білгенің істеңдер. Бірақ ең бастысы мынау көшеміздегі жарық болсыншы, автобустарымыз жүріп тұрсыншы, жалақымыз, басқамыз келіп тұрсыншы дейтін сияқты
келісім болды. Бірақ ол екі пәтуа, екі келісім жасалғаннан бері қоғам өсті. Сана өзгерді. Санадан бұрын қоғам өсті. Бұрынғы, мысалы үшін, егер шамамен 2009-2010-ға дейін осы екі келісім шарт қоғамға толықтай жақты. Қоғамның үдесінен шықты. Ал одан бері жыл сайын нарыққа 300-400 мың жаңа адам келіп жатыр. Бұлар ескі экономикаға сыймады. Біз экономиканы өлшеуіміз керек те көптеген нәрсені. Қырғызстанда неге әр келген билік жемқорлыққа, басқасына ұрынады? Бакиев жаман болам деп келген жоқ, ұрлайым деп келген жоқ. Атамбаев ұрлайым деп келген жоқ. Мынау соңғы Жиенбеков ұрлайым деп келген жоқ. Айналасы мәжбүр етті ма? Экономикасы мәжбүр етті. Қырғызстанның экономикасын түсініңіздерші, Қырғызстанның экономикасы контрабанда, көлеңкелі экономика және наркотрафик. Және сырттан мигранттар жіберетін ақша. Бәрібір осы экономика сен оны өзгертуің бір мезетте қиын. Сенің көршілерінің бәрі сенен талап етіп жатыр. Көке, сен ана контрабанданы қолға алшы. Ананы істеші, сендерде есі дұрыс адам бар ма, мемлекет бар ма сендерде дейді. Сосын мемлекет бар екенін дәлелдеу үшін анау 4 билікті, 5 билікті күшеніп шанды. Дәлелдейікші осыларға. Қазақтан қай жерімізге, орыстан қай жерімізге, барған сайын бізді мазақтайды, келе кетеді дейді. Сосын жаңадай құрылынады. Ал мемлекеттің өзі әлсіз, өте әлсіз. Немесе Белоруссияны алыңыз. Белоруссияда неге толқу болды? Ол мәселе тек ана Лукашенко ақмақ деген сөзден шыққан жоқ. Лукашенко советтік социалистік экономиканың басым көпшілігін сақтап отырды. Оның әлі де 50%-дан астам электораты бар. Осы сайлауда жеңді. 80% болған жоқ, 52% болған шығар. Егер соған тоқтағанда. Бірақ есесіне осы жылдардың ішінде Белоруссияда жаңа экономика пайда болды. Ескі экономиканың үстіндегі жаңа экономика. Біреуі IT технологиялар, 200 мыңдай адам. Сосын екіншісі гастарбайтерлер. 1 миллионға дейін дейді, енді 1 миллион емес шығар, одан аздау. Есесіне әрбір белорус осы 30 жылдың ішінде Германияда, Польшада, Ресейде, Украинада, басқасында кем дегенде 2 реттен болды. Мінекей пандемия кезінде шекаралар жабылды, сол гастарбайтерлардың көбісі қайтып келді. Сосын әлеммен басқасында Еуропада жұмыс істеп жүр, басқасында істеп жүр. Біздің қай жерімізге? Анау Польшада болдық, жұрт қырылып жатыр, ана жерде төтенше жағдай жарияланып жатыр. Анау иттің баласы бізде пандемия жоқ, оны ойлап тапқан өтірік деп шіреніп жатыр деген әңгімеден туындаған. Жаңағыдай шірену ол халықтың бетіне түкіру ғой. Өтірік алдамасын, біз белорустар кереметпіз, ауырмаймыз. Ол ана орыстар ойлап тапқан, қытайлар ойлап тапқан деп. Енді жарты жыл бостан-босқа әңгіме айтты. Айтқаны төтенше жағдай дегеніміз сайлаудың алдына түспеу керек, пара-пар келмеу керек деген заңдылық бар. Төтенше жағдай енгізесің бе, онда сайлауың кем дегенде жарты жылдан кейін болу керек деген принциптер бар. Халықаралық елдікте. Айналып келген кезде Белоруссиядағы жағдай экономика. Бізде де осы жағдай. Жер митингісін алыңыз, басқасын алыңыз, ол тек қана намыстан, басқадан жаратылған дүние емес. Намыстың да туындау үшін де белгілі бір алғышарт қажет. Бізде де дәл осындай жағдай болды. Яғни, бұрынғы, мысалы үшін 2009-ға дейін жұрттың бәрі сыйып келсе, одан бері 3-4 миллион халық қосылды. Солай ма? Олар ескі айналымға сыя алмайды, ескі айналымдағы экономикаға ене алмайды, оның пайдасын көріп отқан жоқ, оның ішіне енді жұрттың бәрі мұнайшы бола алмайды, жұрттың бәрі әкім бола алмайды, жұрттың бәрі милиция бола алмайды, полиция бола алмайды. Басқа жұмыстарға кету. Біз осыған дейін мақтанатын едік. Ой, біз Қырғыздан кереметпіз, біздің гастарбайтеріміз жоқ деп. Атаң басы қазір әлемде жүр қазақтар. Кореяда 50 мың адам жүр, басқа жақта жүр. Норвегиядан шығарып салып отыр. Норвегиядан шығарып салып. Неге? Өйткені бәрібір олардың ең қара жұмысына барсаң да, олардың жалақысы біздің орта жалақыдан көбірек. Сол қазақтар, мысалы үшін біз еңбекке деген қатынасымыз деген мәселені айтып қалдық қой арасында. Еңбек өнімділігі мен еңбекке қатынас. Талай кәсіпкеріміз айтады. Қазақ дейді, біздің жалақыға келмейді дейді. Сондықтан біз өзбектен аламыз, сондықтан қырғыздан аламыз дейді. Мінекей бізге рұқсат бергенде жұмыс істеуге. Кірпіш жасайтын, цемент жасайтын жұмыстар. Қара жұмыс, рас. Бірақ кісі жоқ. Бірақ кісі жоқ дейді. Ал біз әлі кішкене тетік табуымыз керек. Әр еңбек орнын іздейтін, әр еңбек орнына баратын. Орта американдық өмірінде жерден жерге 17 рет көшеді екен. Мінекей көрші штатта менің позициям
менің жаңағы істеп отқан кәсібім тиімдірек екен. $500 көбірек төлейді екен дейді екен де, ақшасын бәрін есептеп сол жаққа көше береді екен. Бізге де сондай мобильділік керек. Бізге шын айту керек, біз жаңа көшпендіге айналуымыз керек. Неономад деген принцип бар ғой, әлемдік бір теория бар. Бүгінгі әсіресе мынадай қысылтаяң заманда неде адамдар туған жерін тастап, қажет болатын болса Индияға, қажет болса Қытайға, Америкаға, басқасына барып жұмыс істеуге әзір отыру керек. Білім алуға, басқасы деген. Қазақ енді өзі табиғи номад болғаннан кейін жаңа номадқа, жаңа көшпеліге айналу керек та. Бірақ өзі еліміздің ішіндегі. Мінекей, Павлодарда жалақы орта есеппен енді Жамбылдакінен, оңтүстік Қазақстандығынан көбірек пе? Сол жақтан мүмкіндік қарау керек деген сияқты. Біз әлі оған әлі жеткен жоқпыз. Ал енді мына жаңағы аймақтарды ауыл шаруашылығын көтеру үшін белгілі бір облыстарға қайтарған облыстық мәртебесін қайтарып үміт отын оятуға болатын шығар халық. Әр ауданды, Қазақстандағы әр ауданды облыс деп қоюға да болады. Әр ауданды. Бірақ ол мәселені шешпейді. Біз екі нәрсені ұмытпайықшы. Мінекей, егер сіздер мұқият назар аударсаңыздар, қазір неше түрлі кәсіпорын құрылып жатады. Соны мынадай нәрсесіне назар аударуға өтініп сұраймын. Қанша ақша салынды, қанша еңбек орны құрылды деген. Мінекей, Алматыда 6-7 миллиард теңге салып, 50 адамдық кәсіпорын ашылады. Бүкіл инфрақұрылымы бар. Суы, газы, тоғы, басқасы дегендей. Ал ауылдық жерде кәсіпорын ашу әлдеқайда қымбат. Алматыда бір кәсіпорынның мысалы үшін $20 мың болуы мүмкін. Бір еңбек орны. Ауылда $600 мың болуы мүмкін. Бізге мысалы үшін ауылға қазір ең бірінші жетпей жатқан мәселе ол сенім мәселесі. Бізде жүздеген мың фермер бар. Сол фермерлер кооперация жасай алмай отыр. Төлеутай Рахымбеков деген жақсы ағамыз бар. Мықты зерттеулері бар. Біздің өнімнің көбісін, дәнді тұқым болсын, басқасы болсын, мал болсын, көбісін жасап отқан осындай фермерлік қожалықтар. Егіннің де көбісін жасап отқан солар. Бірақ есесіне біздегі біз әлі бір сатыға өткен жоқпыз да. Мысалы үшін кішкентай екі фермердің істейтін жұмысын 20 фермер тиімдірек жасай алады. Бірақ өзара әлі сенім жоқ. Мен сені ұрлап кетемін, сен мен ұрлап кетесің, мен сені алдап кетемін, басқа деген. Ол үшін да белгілі бір сатыдан өту керек. Бізге ауылға жетпей жатқан ең басты мәселе кооперация деген мәселе. Кезінде ыдырап бәріміз кеттік, ал енді қайтадан 10 адам басымызды қосып келісе алмай жатырмыз да. Акционерлік қоғам боламыз ба, кооперация боламыз, басқа келсейікші. Мен мынаны адал істеймін, сен мынаны адал істейсің деген. Бәлкім бір біздің санамыздың жарықшағы ма, бәлкім кезіндегі 90 жылдардың зілімі, салқыны ма, басқасы ма, бірақ біздер әлі соған не істей алмай отырмыз да. Сене алмай отырмыз бір-бірімізге. Ал енді әңгімемізді түйіндесек, жақсы. Сіздер осыдан 1-2 жыл бұрын жаңа Қазақстан деген қозғалыс құрдыңыздар. Жаңа платформа. Қазір тарап кетті ме? Тарады. Өзі митинг тарап кетті ме? Енді біздің ол кезде айтқанымыз, ең үлкен бәріміздің келіскеніміз, Қазақстанда мұрагерлік, яғни династиялық сайлау болмау керек. Мүмкіндігінше транзит болу керек деген әңгіменің ең бірінші айтқанымыз осы еді. Бірақ оның есесіне ішіндегі экономикалық басқа мәселеде бізде әртүрлі көзқарастарымыз бар. Сондықтан егер транзит дейтін болсақ, транзит болды. Оның сапасына, басқасына көп әңгіме айтуға болады. Бірақ енді менің ойымша өзінің функциясын атқарды орындады. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы болған өзіндік қоғамда азаматтық пікірі бар саясаттанушы Айдос Сарым мырза. Көп рахмет. Сізге рахмет.